Мағжанды көрсетіп жатқанда елге айгілі ардагер спортшыларымызды Қалиев Сейділді, Айман Шолпан Қалиевалардың әкесін көрдік. Сондай-ақ Чарапиев Сәрсенбек, ағаларымызды үлкен ұлы жолдың ұстаздары, ағаларда операторлар тегін көрсетпеген шығар. Ал Шамшидин Мағжан күні кеше 9-10 ай бұрын Олимпиадаға іріктеліп, үздіктердің ішінде елімізде ең мықты болған үздік үштіктің ішінде болған Шамшидин Мағжан жастар арасында әлем чемпионы. 2023 жылғы ең алғашқы рет Қазақстанда ұйымдастырылған Гранд Слам турнирінің жеңімпазы. Ал партерде бүгін біз Мағжанның қалай жұмыс істеп жатқан бұған дейінде көрдік. Мағжанның ең алғашқы қарсыласы болған армениялық Ашик Адриан, одан кейін көрші өзбек елінің үкілеген үміті Мурадил Мурадиллаевты жеңді. Одан кейін бразилиялық Кристиан Силва, содан кейін Мағжан енді ой, көрерменнің қандай керемет қолдауы. Солай жартылай финалда Изнаур Исаевтан жеңілді. Енді қола үшін күресіп жатыр. Бұл салмақта француз елінен келген екі спортшы күрес соңына дейін жасау керек енді. Бір тарихи дерек, бізде Гранд Слам турнирін 2 рет ұтқан спортшылардың ішінде тек Отгон Цецек Галбадрах қана бар. Ал ерлердің арасында 2-ші рет 2 рет ұту мүмкіндігі бүгін Мағжанда еді, бірақ Мағжан финалға бір табан жақындаған кезде ол мүмкіндігінен айырылды. Дегенімен қолаға да бір табан жақын тұр. Ал қарсыласы франциялық Энзо Джин ең бірінші кездесуінде испаниялық спортшынан басып озды. Шамшидиннің Мағжанның шабуылын көрдіңіздер, енді толыққанды болған жоқ. Француз спортшысы Энзо Джин бірінші айналымда Луис Барроса Лопесті жеңді. Екіншісінде Семен Курташев, Ресей спортшысы, Ресей деп айтамыз, бірақ халықаралық дзюдо федерациясының Энзо Джин біздің Аман Бақытжаннан жеңілді. Үшінші, содан Жұбаныш қанағаттанарлық белдесулердің жеңімпазы болып келе жатыр. Енді жартылай финалда түскен Шамшидин Мағжанмен қола үшін таласып жатыр. Ал біздің көзіміздің қуанышы болған жас балапандарымыз еліміздің туын алып алған. Дұрыс, балаларымыз осылай жүру керек, осындай жерлерде. Ертең Мағжанның, Нұрғанаттың, Талғаттың, Елдостың өкшесін басып, осы балалар келеді. Жақсы мінекей! Ипон! Бір ғана сәтін өте тиімді пайдаланған. Сол жақ қолмен оң қолын ұстады да тіземен іштен қаққан күйі бас жағын бұраған Мағжан. Ипон! Елге келген алғашқы қола құтты болсын. Енді Энзо Джин өзінің наразылығын танытып жатыр. Қолын алмады, ол енді өзінің еркінде. Дегенімен біз бүгін Мағжанды құттықтаймыз, қоласымен құттықтаймыз. Біз Мағжаннан алтын күттік. Дегенімен ер кезегі 3-3 деп болсын, күш деп. Міне Ғайнулла Есенғалиев мырза ұлттық құраманың аға жаттықтырушысы, ұлттық құраманың
Бапкерлер құрамының мүшесі Мағжанды қандай бір мейірмен, сондай бір бауырмал сезіммен құшақтағанын көрдіңіздер. Міне, қолды жіберген жоқ, сол қолда. Бұл жерде енді Энзо Дженнің ренжейтінді түгіді жоқ шығар, бірақ толыққанды екі иығынан айналдырып өтіп кетті. Хайлайтс қараңыздар, санмен қақты да арғы бетіне өңгіре өте шықты. Да, у судьи в этот момент не было абсолютно никаких сомнений, поэтому она сразу отреагировала, подняв руку вверх, а все болельщики дзюдо прекрасно знают, что это означает. Это означает иппон. Но, конечно, француз, возможно, такого не ожидал, да, исхода. Но все по делу, здесь и повторы с разных ракурсов, поэтому сомнений в победе Мағжана быть не может. Итак, уважаемые телезрители, есть у нас первая медаль на турнире «Казахстан Барысы» в Астане образца 2025 года. Еще раз напомним,